дәрісіміздің тақырыбы 4 сан деп аталады. Көрдіңдер ме? 4 деген санды ауаға салайықшы кәне. Бірінші жоғарыдан төмен қарай саламыз. Төменнен оңға қарай бұрамыз. Сосын жоғарыдан төмен қарай түсіреміз. Түсінікті ме? Енді осы 4 санға дейін өткен сандарымызды есімізге түсіріп жіберейік. 0. Ауаға салайық. 0. Сосын 0-ден кейін қандай сан? 1. 1-ді ауаға салайықшы кәне. 1 қалай болады? Жоғарыдан төменнен жоғары қарай, жоғарыдан төмен қарай түсіреміз. Дұрыс. 1-ден кейін қандай сан? 2. Дұрыс айтасыңдар. Ал ауаға 2 сан салайық. Қорға сала ғой. 2 сан саламыз. Дұрыс. Дұрыс. Енді 2-ден кейін қандай сан? 3. Дұрыс айтасыңдар. 3-ті ауаға салайық кәне. Жартай шеңбер саламыз. Сосын 3-тің екінші шеңберін саламыз. Түсінікті ме? Енді 3-тен кейін бүгінгі өтетін тақырыбымыз неше деген сан? 4 сан. Ал 4 сан ауаға салайық. Жоғарыдан төмен қарай саламыз. Келген нүктемізден оңға қарай бұрыламыз. Сол нүктемізден жоғарыдан төменге қарай сызамыз. Түсінікті ме? Ой, жарайсыздар балалар. Сендер осы сандар туралы тақпақтар білесіңдер ме? Білесіңдер ме? Қандай тақпақ білесіңдер ал? Естеріңдер жоқ да? Ендеше мен сендерге айтып берейін. Мұқият тыңдаңдар. Бірге ұқсайтын бұл не? Ол кәдімгі ине. Сабақтап жіп ілде, қада онымен түй. Қандай сан? 1. Дұрыс айтасыңдар. 1 дегеніміз біздің жаңа айтқан тақпағымыздағыдай ине, инеге сабақ жіп ілінген. Көрдіңіз ме? 1 деген санымыз біздің жыртылған жерлерімізді, ілгектерімізді қадайтын инемен жіпке ұқсайтын. Көрініп тұр ма? Ендеше міндетті іліп қоямыз. Енді келесі тақпағымыз қандай? Айдың көлдің бетінде. Мойнын иіп жүргенде. Бұл аққума екіме. Деп қаламын кедемен. Ендеше балалар, осы тақпағымыздың мазмұнына мән берейікші. Мойнын иіп жүзгенде дегеніміз, мысалы үшін балалар, мынау қандай? Қандай? Аққу. Дұрыс айтасыңдар. Аққу. Аққудың бізге былай қарағанда аққу бізде қандай санға ұқсайды? 2 деген санға ұқсайды. Көрдіңдер ме? 2 саны. Балалар, келесі тақпағымыз біздің қандай? Бабалар қару жарағы. Тақпағымыз қандай? Бабалар қару жарағы. Жебесімен садағы. Жауларын жусап қойратқан. Садаққа 3-ті ұқсатам. Ендеше балалар, мына 3 деген санына қарайықшы. 3 деген санымызға не ұқсайды біздің? Садақ. Дұрыс айтасыңдар, садақ ұқсайды. Жаңа біздің айтқан тақпағымыз осы садақ туралы. Садақтың былай пішіні 3 деген санға ұқсайды. Көрінді ме? Дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, енді осы тақтаға жабыстырған сандарымызды қайталап жіберейікші. Бірінші бізде қандай сан тұр? Қандай сан тұр? Мынау қай екен? Пішіні? Инемен жіпке ұқсайды екен де. Дұрыс айтасыңдар. Инемен жіпті бізде кім пайдаланады? Үйде мамаларымыз пайдаланады. Мамаларымыз біздің түсіп қалған ілгектерімізді, сондайларымызды қарап беру үшін пайдаланады. Ал келесі қандай сан? 2 саны. Дұрыс айтасыңдар. 2 саны неге ұқсайды екен? Аққуға ұқсайды екен. Дұрыс айтасыңдар. Жоғары жағындағы имегі аққудың басымен мойнына ұқсап кетеді екен де.
Al kelesi sanımız bizim qanday san? 3 sani dұрыс айтасыңдар. 3 санның ішінде неге ұқсайды екен? Садаққа ұқсайды екен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жарайсыңдар. Енді біз қызықты ойын ойнап жіберейік те. Мен сендерге қазір таратып берем. Сендер қай нәрсенің артық екенін табасыңдар. Ойынның тақырыбы қалай айтылады? Не артық, не зат артық деп аталады. Қазір мен сендерге бір-бірлеп таратам. Алдымыздағы қаламдарымызбен қандай нәрсенің артық екенін белгілеп кетеміз. Түсінікті ме? Менің қолымда сендерге берген тапсырманың біреуі тұр. Сендерде қараңдаршы алдарында суреттерге. Осы суреттердің ішінде, мысалы үшін менің қолымдағы неатқа қарайық. Менің қолымда берген тапсырманың суреттеріне қарайықшы. Бірінші бізде балға тұр. Мынау не? Қандай құрал? Ине. Келесі бізде ара. Ең соңында төртінші тұрған бұл күрек. Бұл жерде қандай не артық деп ойлайсыңдар? Кішкене қолымызбен жаттығу жасап алайық. Қолымызға жаттығу жасап алайық. Менімен бірге қайталаймыз. Саны бар 10 шақты. Шашып алдым 10 шақты. Шымшып теремін. Қорабына саламын. Ой, жарайсың балалар. Қолымызды кішкене жаттығу жасап жіберейік. Ендеше бәріміз алдымызға қарайықшы. Бізде алдымызда геометриялық пішіндер тұр. Қайсы қарайықшы, мынау қандай пішін? Пішіні қандай түсі? Дұрыс айтасыңдар, түсі көп. Пішіні қандай? Төрт бұрышты. Қандай пішіні? Төрт бұрышты. Дұрыс айтасыңдар. Ал, қолымдағының пішіні қандай? 3 бұрышты. Дұрыс айтасыңдар. Осы біздің алдымызда геометриялық пішіндерден қазір сендерге тапсырма берем, соны орындаймыз. Ең соңында төртінші тұрған бұл күрек. Бұл жерде қандай не артық деп ойлайсыңдар? Бізде балта, ара, күректердің барлығы бізде не үшін пайдаланады? Осы құралдар бізде құрылыс үшін пайдаланады. Ал бізде инені не үшін пайдаланамыз? Тігу үшін пайдаланамыз. Дұрыс айтасыңдар. Сонда мына жерде не артық болып тұр? Ине артық болып тұр. Дұрыс айтасыңдар. Инені бүйтіп сызып кетеміз. Мен артық нәрсені сызып тастадым. Сендер де дәл солай қылып артық нәрсені сызыңдар. Не артық деп ойлайсыңдар суреттеріңде? Қараңдар. Сымбат айта ғой. Тарелка, дұрыс айтасың, мынау. Нанның ыдысы, мынау мен бізде шай ішеміз, да? Ал мынау не? Салат, дұрыс айтасыңдар. Сонда не артық болып тұр мына жерде? Дұрыс айтасың, Сымбат. Сол салатты сызып тастайық үстінен. Не ұқсап істе, екінің астына екі жабыстыр. Болып па екіні жабыстырып? Мәдина бола ғой. Енді 3 саны істейміз. 3 санының астына 3 жабыстырамыз. Ал балалар, ендігі соңғы санымыз біздің 4 санын жабыстырамыз. 4-тің астына неше жабыстырамыз?
4'ü жабыстырамыз, дұрыс айтасыңдар.